1991 жылы тамыздың 17 жұлдызында Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма ауылында дүниеге келдім. Қазір номер 195 мектеп гимназиясында қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша жұмыс жасап келемін. Жаңартылған білім мазмұны бойынша өз тәжірибемді шыңдап, жаңа әдіс-тәсілдерді тиімділігіне көзім жетіп келеді. Өз пәнімде оқушылардың қызығушылығын ояту мақсатында бағдарламалар ерекше жолға қойылған. Әдебиет сабағын өтуде балалардың сөздік қорын дамытуға ерекше көңіл бөліп келемін. Себебі қазір ақпараттық даму кезеңінде тіл сауаттылығы ерекше маңызға ие болып отыр. Қазақ тілінің тазалығы үстем болсын деген ниетпен қазақтың салт-дәстүрлерін оқытуда төл әдебиетіміздің өкілдерін біліп, танып өсуді басты назарға қоямын. Жаңа әдіс-тәсілдерді мейлінше тиімді пайдалануға тырысамын. 2018 жылы өз мектебімізде болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру мақсатында мұғалімдер арасында ғашықтық жырлардағы ұлттық құндылықтар тақырыбында облыстық байқау ұйымдастырдық. Байқауға Қызылорда облысы бойынша әр ауданнан мұғалімдер Жайылма ауылына келіп бақ сынасып жатты. 2019 жылы зерде ғылыми жобалар байқауының облыстық кезеңінде оқушым Насыр Сымбат екінші орын алды. Тақырыбы Абдулхамид Мархабаевтың ғарыштағы қымыз әңгімесіндегі ұлттық құндылықтар. Қазақы болмысымыз тұнып тұрған шығарманы талдау ерекше ізденісті талап етті. Өзімді де ізденіс жолына түсуіме қазіргі бағдарламалар, түрлі шаралар жан-жақты жол ашып келеді. Түрлі эссе жазу байқауларына, мәнерлеп оқу сайысына қатысып келемін. 2019 жылдан бастап мектебімізде Ұшқыр ой дебат клубы ашылып, оқушыларға жаңа орта қалыптастыруына мүмкіндік берді. Өз командамен үнемі ізденіс үстінде болдық. Өз ізденісімізбен алғаш болып аудандық турнирге қатысып, оқушым Амалбек Қарақат үздік спикер номинациясын жеңіп алды. Қазір әрбір мұғалімнің басты мақсаты білім мен біліктілігі егіз, бойында ұлттық діні сақталған жаңа ұрпақ тәрбиелеу, дүниежүзілік бәсекеде қатар жүру. Мектебімізде өткен бірнеше семинарларда жаңаша әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып сабақтар өткіздім. Хан Абылай айтқандай, білекке сенер заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенер заманда қапы қалып жүрмейік. Ендеше жаңашыл үздік әріптестеріме шығармашылық табыс тілеймін.